Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз теңдеулер жүйесі деген тақырыпты өтетін боламыз. Екі айнымалысы бар. Енді ең бірінші жүйенің берілу түріне қарайық. Мысалы, ең бірінші жүйе берілген кезде ең бірінші x жазылады алдындағы коэффициентімен бірге. Одан кейін қосу немесе азайту таңбасымен y жазылады. Одан кейін теңдіктен кейін тұратын сан жазылу керек. Екінші қатарда тура осылай. Енді a, b, c, d, f және де олар бізде нақты сандар жиынына кіреді екен. a, b, d, e нөлге тең емес болу керек. Неге десеңіздер, санды нөлге бөлуге болмайды деген қағида бар. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі жалпылама айтқан кезде әдістері бар оның шығарудың. Біріншісі алмастыру әдісі, қосу әдісі, азайту әдісі дейді. Енді қосу азайту әдісі негізі екеуі бір түрге жатады. Оның есептің ыңғайына қарай қолдана беруге болады. Мысалы, бірінші есептерде минус плюспен келіп тұрса, онда қосқан дұрыс. Ал таңбалар бірдей болатын болса, онда азайтқан дұрыс деген сияқты. Енді ол адамның ыңғайына қарай да, кім қалай шығарғысы келсе солай шығарады. Ал бірақ ең бірінші алмастыру әдісін үйренуіміз керек. Ал сабағымызды бастайық. Бірінші мысалымыз теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Бірінші мысалда бізде дайын тұр, оны көп ойланудың да қажет жоқ. Мына жүйені мына жәніне қарай былай жалғастырып кете берем. Енді қарасаңыздар, мына жерде x минус y тең 5 деген жерге міне жазып алайық. Және де жоғарыда жазылып тұр y тең қаншаға? 2x-қа деп тұр. Демек біз y-тің орнына 2x-ті жазамыз. Тең 5. Түсінікті деп ойлаймын. Енді x-тан 2x азайтса, ол бізде әрине минус x болады, тең 5. Енді минусты бері қарай өткіземіз, x тең минус 5 шығады деген сөз. Енді біз бірінші теңдеуді жазып аламыз, y тең 2x. Сол кезде бізде шығады екен, y тең 2 көбейтілген x бізде жаңа ғана табылды. Минус 5 деп жазамыз. Сол кезде y тең бізде минус 10 деген жауап шығады. Жауабы бізде минус 5 пен минус 10. Бірінші x-тің мәні, одан кейін y-тің мәні жазылады. Бізде ол қай жауап? Бізде ол с жауабы екен. Әрі қарай кеттік. Екінші есеп, мысалы бірінші есебіміз алмастыру әдісімен шықты негізі. Мына жерде көріп тұрғандарыңызда y-ді x-қа алмастырдық деген сөз міне. Енді екіншісінде, құрметті оқушылар, бұны алмастырумен шығарсақ та болады, қосумен де шығарсақ болады. Әркім ыңғайына қарай көреді да негізі. Мысалы, есепте былайынан жасаймыз. Қарасаңыздар, мына жерде y бізде 3y деп тұр. Көріп тұрсаңыздар. Ал мына жерде жай ғана y болып тұр. Енді мен былай істеймін, жүйенің екіншісін 3-ке көбейтіп тастаймын. Сол кезде бізде мынандай жүйе шығады. Бірдеме қойын әзірге. 3y тең минус 2x. Бұған тиісудің қажет жоқ, себебі мен оны ешқандай санға көбейткен жоқпын. Енді астыңғы теңдеуді 3-ке көбейтсек, ол бізде болады екен 6x. Барлығы 3-ке көбейтіледі. 3y тең минус 12. Енді байқап қарасаңыздар, 3y дегеніміз бізде минус 2x-қа тең болып тұр. Демек мен мынаның 3y-тің орнына минус 2x-ті қойып есептеп кетем. 6x қосылған жақшаның ішінде минус 2x. Жақшаның ішінде жазылады, оны білеміз деп ойлаймын. Екі таңба қатарға келген кезде минус таңбасы жақшаның ішінде жазылады. Минус 12. Мына жерде екі таңба қатар келіп тұр, плюс пен минус, ол бізде минусты береді. Демек 6x-тан 2x азайтамыз. 4x минус 12. Сол кезде бөлеміз, минус 12 бөлу 4. Бізде қанша шығады екен? Минус 3 деген жауап шығады. Енді біз бірінші теңдеуді жазайық. Негіз екіншісінде жазсақ болады. Біріншісі дұрыс деп ойлаймын. 3y тең минус 2-ні жазам міне.
мына жерден былай қарай есептеп отыр. И бізде x-іміз минус 3-ке тең болды. Сол кезде болады екен 3y тең, мына 2 минус сан көбейтілген кезде 6 болады да оң санды береді, y тең 2 шығады. Демек бізде жауабы болады екен минус 3-те 2. Негізі жүйені ең соңында осылай жауабын жазуды әдетке айналдырғандарыңыз дұрыс болады. Минус 3-те 2 қайтадан с ответі шықты бізде. Енді тағы әрі қарай кеттік. Мына жерде де тура солай бағанағыдай 6-ға көбейтіп жүрсеңіздер болады. Енді бұны тағы да басқа жағып шығарып көрейік. Мысалы, бағана 6-ға көбейтіп жүрдім, негізі 6-ға көбейтіп жасақ те болады. Енді бірақ бұлайынан да істеп көрейік. Так, қарасаңыздар, мына жерде өз көбейтудің де қажет жоқ. Мен екінші теңдеуді жазып алам өзін. 3x плюс y. Біз әлі де алмастыру әдісімен шығарып жатырмыз, құрметті оқушылар. Негізі мына жерде бұлайынан жасауымыз керек та. Алмастыру әдісі дегеніміз алдында коэффициенті жоқ санды алу керек та, белгісізді. Мысалы 3x алатын болсақ, оны қараңыздар. 3x алатын болса, ол бұлай болады. 3x тең 7 минус y, и x-ті табу үшін 7 минус y бөлінген 3. Мына жер уже бөлшек болып кетеді та. Бұндай бізге керегі емес негізі жалпылама айтқан кезде. Ал y-ті тапқанымыз осы жерде дұрыс болады. Y тең 7 минус 3x болады. Болды. Әрі қарай мынау сияқты бөлшек болып кеткен жоқ та, ортақ бөлім беріп жатпайсыздар. Негізі бұлай да шығады, бірақ шықпайды демейін. Бірақ мынау дұрыс деген сөз да. Енді бірінші теңдеуді жазам. 6y тең 3x. Негізі мына есепті вообще шығарудың оңай жолы бар еді негізі. Мына 3x-тің орнына 6y-ті қоя салып деген сияқты. Бірақ енді түсінуіміз керек. Енді мына y-тің орнына 7 минус 3x-ті қоямыз. Жақшы арқылы 6 жазылады. И мына 7 минус 3x тең 3x болды. Жақшаны ашамыз. 6-ны 7-ге көбейтеміз. 42 азайтылған 6-ны 3-ге көбейтсек 18x тең. Мына 6 мына 3x-ге көбейтілмейді десе, ол жақшада тұрған жоқ. Енді x-ті бері қарай жіберуіміз керек. X-ті бері қарай минус 18x, мынаның алды плюс болып тұр, минус 3x болып келеді. Тең минус 42. Былай қарай өткен кезде. Мына жеріміз өзі минус 21x шығады. 2 минус таңбасы азайтылған кезде. Мысалы, түсінбей қалсаңыздар, мына былай түсіндірейін. Минус 18x дегеніміз, сіз біреуге 18 алма қарызсыз деген сөз. Тағы 3 алма қарыз болдыңыз. Сол кезде общий 21 теңге қарыз болдыңыз деген сөз ғой. Минус ол сіздің қарыздарыңыз, ал қарыздан қосыла береді деген сөз ғой. Қарыздар үстіне болып кететін болса. Тең минус 42. Енді x-ті табу үшін мына жерде минус 42-ні бөледі екенбіз минус 21-ге. 2 минусты бөлген кезде плюс таңбасын береді да, жауабы 2 шығады бізде. Енді біз аламыз қайтадан мынаны мына жерге есептейміз. 6y өзі жазылады и 3 көбейтілген 2 деп жазамыз. X-тің орнына біз 2-ні қоюымыз керек. 6y тең 6, y тең 1 деген жауап шығады. Сол кезде жауабы 2-де 1 деген жауап шықты. Негізі оқушылар бұны ответтермен де жұмыс істеп, есепті шығармай-ақ жауаптарын табуға болады. Бірақ бізде әрдайым теңдеулер жүйесіне бұндай есептер келе бермейді негізі. Есептер күрделенеді. Жүйенің жанына қосымша тағы да, мысалы, x пен y-тан бөлек мынандай өрнек беріп қояды, соны тап деген сияқты. Сол себепті шығару жолын үйренгендеріңіз дұрыс өздеріңізге. Уверен жүресіздер да. Келесі мысалды көрейік. Енді бұл есептерді тағы да мен алмастыру әдісімен көрсетейін бір рет. Бірінші
сосын қосу әдісімен көрсетейін. Қосу әдісі дегеніміз ол уақыт үнемдегенге жақсы, негізі онымен тез шығарып тастауға болады. Бірақ алмастыру әдісі керек емес деген сөз емес та. Ә деп қоямын, алмастыру әдісі. Енді қарасаңыздар, біз жүйеде міне екінші теңдеуді жазайық. X минус Y тең 3 деп. Сол себепті мына жерде X-ті алмастырып алғанымыз ыңғайлы. 3 плюс Y болады да. 3 плюс Y. Енді сіздер былай істейсіздер, 4X қосу 3Y тең 5-ті жазасыздар. Енді осыған X-тің орнына мынаны апарып қоюымыз керек мына жер. Мынаны аласыздар. X деген жерге апарып қоясыздар мына жерге. Сөзі 4 3 плюс Y қосылған 3Y тең 5. Енді жақшаны ашу керек, мына жер кәдімгі теңдеу болып қалды, бір айнымалысы бар. 12 қосу 4Y қосу 3Y тең 5. Мына жерде қосыла салады екен, мына екеуі қоссақ 7Y тең 5, 12-ның алдында плюс бар, ол былай қарай өтіп кетеді, минус 12 болады деген сөз. 7Y тең болады минус 7, Y тең болады 1. Енді жерге қоя саласыздар, X тең 3 қосылған минус 1, X тең болады 2. Жауабы сол кезде ана жер минус 1 екен ғой, айтпақшы, минус 1. Дұрыс қоя, минус 1. 2-де минус 1 жауабы. Енді екіншісі қосу әдісі деп қояйық. Енді қарасаңыздар, қосу әдісінде екеуінде де бірдей болатын, бірдей қысқарып кететіндей жағдай жасауымыз керек. Мысалына 3Y болып тұрма, демек мен астын 3-ке көбейтуім керек екіншісін. Және де біріншісінің таңбасы плюс болса, плюс болып тұр ғана жер, екіншісінің таңбасы минус болып тұру керек. Плюс болып тұрса, мынау минус болып тұру керек. Так. Енді қарайыңыздар, мен жүйені қайтадан жазамын. Так. Жүйені қайтадан жазамын да. Біріншісін мен еш нәрсеге көбейткен жоқпын, өзі жазылады. 4X қосу 3Y тең 5. Енді астыңғысын толық 3-ке көбейтіп шығуым керек. Сол кезде 3X азайтылған 3Y тең болады 9. Енді қосу деген әдісті қолданатын болсақ, 4X қосу 3X дегеніміз, ол бізде 7X болады деген сөз. Енді бізде 3Y азайтылған 3Y дегеніміз мені бұлай. Мына жерге жазайын. Мені 3Y қосылған минус 3Y деп тұр. Мына екеуі қатар келгендіктен минусты береді. 3Y азайту 3Y ол бізде жоқ болып кетеді деген сөз ғой, 0 болып кетеді. Сол себепті мына жерде оны жаза бермей, бірден қысқарта салған дұрыс. Тең әрі қарай 5 қосылған 9 ол 14 деген сөз. X-ті табу үшін 14 2-ке бөле саласыздар, 7-ге бөле саласыздар, 1 шығады. Кез келген екі теңдеудің бірін таңдайсыздар. Мысалы мен нені таңдайын? Мысалы екінші теңдеуді таңдайым. X минус Y тең 3. X-тің орнына 2-ні қоям. 2 белгілі менде. И 3. Минус Y. Мына жер 3 азайтылған 2 болады. Минус Y тең 1. И минус аяқ қарай өтіп кетеді. Мына екеуінде де жауабы 2-де минус 1. Бірақ өздеріңізге қай әдіс ыңғайлы, өздеріңіз жаза жатасыздар. Маған екі әдісте негізі ұнайды. Түсінікті болды деген ойдам. Енді келесі есептерді қосу әдісімен шығаратын боламыз. Алмастыру әдісі түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Бір нәрсені есептеп, бір айнымалыны есептеп табасыздар, алдында коэффициент жоқ. И ары қарай есептеуіңіз. Мысалы, мына жерде X-ті тапқан сияқты ғой.
Мысалы мынаны мынаны алмастыру әдісімен шығаруға болады. Мысалы алмастыру әдісімен шығаруға болады. Бұл есепте мысалы былайынан шығарып кетесіздер ғой. Так, мынаны алмастырумен шығарайық па? Бұны да алмастыру қосумен шығарып көрейік негізі. Бірінші теңдеуді аласыздар да x тең 10 азайту 3y деп аласыздар. Осындай тапқан дұрыс та, алдында ешқандай саны жоқ. Екінші теңдеуді жазамыз. 2x азайту 5y минус 13. Енді x-тің орнына осыны қоямыз. 2 көбейтілген 10 минус 3y минус 5y и тең минус 13. Жақшаны ашамыз. 20 азайтылған 6y азайтылған 5y минус 13. Мына екеуін есептеп алсақ, минус 6 теңге қарыз и 5 теңге қарыз, демек қарызым 11 теңге деген сөз. Мына жер минус 13 минус, мына жер плюсы бар, мына жаққа өткен кезде минус 20 болып өтеді. Минус 11y, былай қарай шықса минус 33. Y тең минус 33-ті бөлеміз минус 11-ге. Демек 2 минус бізде плюсті береді, x тең 3 шығады деген сөз. Енді мынаны мына жерге есептеп жатсақ, x тең 10 азайтылған 3 көбейтілген y-імізді 3. Демек x тең 10 азайтылған 9, x тең бізде болады екен 1. Сол кезде жауабы бізде 1-де 3 деген жауап шығады. Ол бізде Е ответі. Алмастыру әдісі де ыңғайлы, осылай шығара беріңіздер. Енді келесісін мен точно қосумен көрсетем, себебі ол қарасаңыздар, мынау x-тің алдарына қарап қойыңыздар. Коэффициенттің алдында коэффициент бар. Коэффициент деген алдында сан бар деген сөз. 3y-тарда да сан бар да бұл жерде. Енді қарасаңыздар, бұның таңбалары бірдей болып тұр. Мынанікі плюс болып тұр, мынанікі плюс болып тұр. Бұндай жағдайда азайтумен шығара салған дұрыс. Мысалы, таңбасы минус болып тұрса да азайтқан дұрыс та. Енді екеуін бірдей қылу керек ол үшінде. Мен y-тар қысқарып кеткендей қылайын. Мысалы, мынау 5y болып тұр, мынау 3y болып тұрса, екеуі 15y-ге айналу керек. Значит, көбейтілген 3, үстін, астын 5-ке көбейтеміз. Мен жүйемді жалғастырам ары қарай. Бәрін 3-ке көбейтетін болсақ, бірінші 9x қосылған 15y тең 16-ке көбейтсек 48. Ал астын көбейтсек 10x қосылған 15y болады көбейтсек тең 9-5-ім 45. Астын сызамын, азайту әдісін қолданам. 9x азайтылған 10x деген сөз. Плюс, мені 9x азайтылған 10x жазым, сосын плюс 15, мені мына жерден бастап жазам. Плюс 15y азайту 15y тең тең 45-8-ден 5-ті азайтасыздар. Ол 3 болады. Демек 9x-тан 10x азайтсақ минус x болады. Тең, мына екеуі үш қысқарады бір-бірімен. 3 болады. X тең минус 3. Енді екі теңдеудің біреуін жазамыз. Біріншісін жаза салайық. 3x қосылған 5y тең 16. X-тің орнына минус 3-ті қоямыз. 3 көбейтілген минус 3 плюс 5y тең 16. Көбейтсек минус 9 болады. Дұрыс қоя, минус 9. Минус 9 мына бетке өтеді. Плюс 9 өтеді. 16 қосу 9. 5y тең 25. Y тең болады 5. Сол кезде жауабы бізде минус 3-те 5 деген жауап шығады екен. Минус 3-те 5 деген ол бізде А ответі болып тұр. Бұл азайту әдісі. Азайту әдісін көрдіңіздер ғой.
бұл жерде таңбалары бірдей болған кезде қолданасыздар. Ал таңбасы әртүрлі болса қосу әдісін қолданған дұрыс. Мына жерге жазып қояйық. Азайту әдісі. Әрі қарай кеттік. Енді мынау бөлшекпен екен. Бөлшекпен берілсе, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Так. Мысалы мен біріншісі бұны қосумен көрсетем сізге, сосын азайтумен де көрсетем. Екеуімен де көрсеткім келіп тұр. Енді қараңыздар, бірінші біз не істейміз? Бірінші біз ортақ бөлім береміз. Мысалы, мына бірдің астында бір бар. Ортақ бөлімі бұның қанша болады екен? 6 болады. Дұрыс па? Ортақ бөлімі 6. 6-ны 2-ге бөлсек, мынаған 3-тен береміз. Мынаған 2-ден береміз, мынаған 1-ден береміз. Ай, 1-ден емес, 6-тан береміз. Ал мынанікі 4 пен 5, мынаның астында да 1 бар. 2-дің көбейтіндісі 20 болады ғой. Демек, мынаған 4-тен береміз, мынаған 5-тен береміз, мынаған 20-дан береміз. Так. Мына жер сәл бір минут. Кішкене кешірім өтінем. Жүйені ашайын. Мына 3-ті x-қа да 2-ге де көбейтем. Сол кезде 3x минус 3x бөлу 6 азайтылған 2y бөлу 6 болады. Мынау келесісі тең, мына жерде 1 болғандықтан мына жер 6 бөлу 6 болады. Одан кейінгісі 4x азайтылған 20 азайту 5y бөлінген 20 тең, мынау минус 20 бөлінген 20 болады деген сөз. Енді қарасаңыздар, мен бөлімдерін бірдей қылып алдым. Мақсатым сол етін, бірдей бөлімдерді тастаймыз. 3x минус 2y тең 6. Мына жеріміз 4x минус 5y тең минус 20. Енді мені келетіндей қылып алдық. Бірінші біз азайту әдісімен көрейік. Мысалы, қандай санға көбейтсем? Мысалы, x-тар қысқарғанын қалап тұрмын. Y-тар қысқарғаны дұрыс. Мынау 2y, 5y болса, бір-біріне ала саламыз. Мына жер 5-ке көбейтеміз деген сөз. Мына жақ 2-ге көбейтеміз деген сөз. Бұл біріншісі азайтумен шығарып жатырмын мен. Так, 15x азайтылған 10y тең 30. Ал астын 2-ге көбейтсек, мына жер 8x азайту 10y тең минус 40. Енді азайту әдісіне салсақ, 15x-тен 8x азайтамыз, ол бізде 7x болады. Азайтылған кезде мына екеуі қысқартылып кетеді, себебі біреуі минус 10y, біреуі плюс 10y болады. И 30 азайтылған минус 40 болатын болса, екеуі қосылып кетеді. Плюсті береді, оны екеуі қатар келгендіктен 70. X тең 10 шығады деген сөз. Енді кез келген екі теңдеудің бірін таңдайсыздар. Мысалы, мен бірінші теңдеуді таңдай салайын. 3x минус 2y тең 6 дегенді. X-тің орнына 10-ды қоятын болсақ, мына жерге алып келіп сразу жаза берем. Мына жерге x бізде 10 болып тұр. Көбейтсек 30 болады. Азайтылған 2y тең 6. Минус 2y тең 6-дан 30-ды азайтсақ, 6 азайту 30. Минус 2y тең минус 24. Y тең болады 12 болады деген сөз. Жауабы бізде 10-да 12.
бұл бізде азайтып шығарғанымыз. Енді тура осыны екінші қосып та шығаруға болады. Бірақ енді қосумен де көрсете берейін, ортақ бөлім бергеннен кейін жазып аламыз. 2y тең 6. 4x азайтылған 5y тең минус 20. Енді қосатын болсақ, таңбалары бір-біріне қарама-қарсы болу керек деді ме? Мысалы, мына жерде таңбалары бірдей екеуінде де. Мынада минус болып тұр, мынада да минус болып тұр. Көріп тұрсаңыздар. Бірақ бізге бұндай минус болғаны керек емес қосу кезінде. Демек біз былай істейміз. Біреуін көбейткен кезде, мысалы 5-ке көбейтеміз, мынаны көбейткен кезде минус 2-ке көбейтуіміз керек, таңбаны өзгерту үшін. Сол кезде былай болады. 15x минус 10y тең 30. Асты минус 8x плюс болып кетеді, минус санға көбейтіп отқандықтан минус 10y тең 40 болады. Енді қосатын болсақ, не екеуін қосамыз. 15x минус 8x-ке қоссақ, ол бізде 7x шығады. Не екеуі қысқарады, таңбасы әртүрлі болғандықтан, 30-ға 40-ты қоссақ, ол бізде 70 болады. X тең 10. Тура осылай қосу әдісімен де шығару үшін таңбасын қарама-қарсы қылуыңыз керек. Енді азайтуды, қосуды әркімге өз ыңғайына қарай көреді. Мысалы, мына есептерге алмастыру әдісін қолданған, ол не вариант болып кетеді, кішкене уақытты көп алып қояды. Сол себепте осы айтылған үш әдістің бәрін қарастырып көріңіздер. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.